Маржан ақын, ең бастысы оның ойларында от бар. Міне ақынның бақыты осы. Маржан апайдың жырымен біз жас кезімізден, бала кезімізден бастап оқып өстік. Халықаралық шабыт фестивалындағы бір «Құс ғұмыр» деген өлең бар болады, мен жатқа білетінмін. Маржанның өте талантына мен былай айтқанда басым дейім, өзім жақсы көріп оқимын, кітаптарын арнайы сатып алам. Маржанның түрік поэзиясынан, түрік ақындарынан көбірек аударуы және үлкен сүбелі шығарма Орхан Памукты аударуы, сондығымен біз Маржанның шығармашылығын қазақ оқырмандарына бүгін жеткілікті насихаттап, замандастары айта жүруге хақысы бар деп ойлаймын. Маржан Ершу өлең жазған кезде көбірек қазып жазады, қазыңқырап, сол тереңде жатқан мәселелерді шығарып, соларды жұртқа айтқысы келеді. Бұл жақсы нәрсе. Маржанның өз қаламгерлік позициясы мықты, үлкен қаламгер деп айтуымызға болады. Ақын ретінде Маржанның еңбекқорлығына, үнемі ізденімпаздығына риза боламын. Маржан жаңағындай өзінің мінезімен, өмірдегі мінезімен, өлеңдегі мінезімен бір ерекшеленетін ақын деп түсінер едім мен. Ақындардың жалпы мынау өлең жазуы әртүрлі болады әркімнің. Біреулер компьютерге жазады бүгінгі уақытта, біреулер қол жазбаға жазады. Мен әлі күнге шейін оқушы дәптеріндегі төрт жол сол қаламмен жазғанды жақсы көремін. Сосын әбден күзеп барғаннан кейін барып мен компьютер терге отырам. 2003 жылы мен үшін өте қиын жыл болды десем де болады. Сол жылы 100 кітап шықты Атырау ақын жазушыларының. 18-ші томына Нарын деген атпен менің өлеңдерім енген болатын. Бұл кітапты көрген кезде мен қатты құлазыдым. Маған қиындық болды, себебі бұның ішінде менің өлеңдерінің бәрі бүлініп шыққан, сөздері өзгеріп кеткен, әдебиет ауылына кетіп бара жатқан жас үшін бұл үлкен соққы болатын. Содан кейін мен келесі кітабымды шығарайын, жазайын, жақсы кітап жазайын. Қазақта сөз бар ғой, таспен ұрғанда аспен ұр деген. Сол 2003 жылы кітабым осындай болып білінгеннен кейін 2004 жылы Шырақ деген кітабымды Айек деген псевдониммен шығардым. Еліміздің бас шаһары талай ақын жазушының шабытын шақырғаны ақиқат. Қаланың көрікті көшелерін күнде аралап, күнде өзгеретін қала келбетіне тамсанып жүретін астаналық қаламгерлер қауымының бір өкілі атыраулық ақын Маржан Ершу. Елордаға келгеніне көп уақыт бола қоймаса да, ол осы ортадан шығармашылығына шабыт берер қос еңбегі Шырақ пен Пырақ атты 2 кітабын шығарған. Осы кітабыма енген шығармалардың денін мен өлең түрінде жазам деп ойлағанмын. Бірақ жеме-жемге келген кезде қара сөзге айналып кетті. Бірақ одан жаман болмаған сияқты деп ойлаймын. Проза деген бұл енді ақынның екінші тынысы деп айтылады ғой. Маржанды түсіну үшін де біраз нәрселерді түсіну керек. Өйткені жадағай ақынды түсіндік деп беті сипап бере бересің. Маржанды оқығаннан кейін тағы бір ойлану керек болып қалады. Маржанның осындай ойшылдығы маған ұнайды. Өзінің бір бағыты бар. Әрине бұның өзі арғы жақтан тектен келген болу керек деп ойлаймын. Әкесі Аманқос ағамызды жақсы білеміз, шығармашылығын жете таныспыз. Менің өлеңге келуіме, менің әдебиетке құштар болуыма әкемнің ықпалы, тәрбиесі өте зор болды. Жалпы қаламгер атауының тартатын жан азабы өз басына артып жетіледі. Ол өлең жазарда, шығарма жазарда жан азабын тартады, қызығын өзге жұрт көреді. Жиналған халық Маржанның қандай ақын екенін сырласып, әңгімелесіп, жырын тыңдағаннан кейін бағасын беретін сендерсіңдер. Мен студент болған кезде әкем маған өлең жазуға қарсы болды. Өлеңнің жүгі өте ауыр болады. Сен ауылда осы институтты бітіргеннен кейін мектептің директоры болсаң деп айтты. Бірақ мен өлең жазғым келді. Өлеңге
құмар болдым. Мен бұл өлеңді тастай алмадым. Мазамын, біз ередік, ен нарында жүргенде талма-тал түс шағында тай жеген тапан бөредік. Патша салы бұлаңды, қанбаста тепкіні, ау қызғыш қыз мұңданумен өтті ғой Махамбеттің көп күні. Көктесенде мұңайдың, лашынның батып тырнағы, жерде жалғыз бір аймын, мені көмбек мың жаны. Заман үлкен қан күшті, қараның бермес тілегін, кім айтар маған алғысты, жалғыздан жалғыз жүдедім. Батырмаса тырнағын, басқа шабам деп бедім, өмірімнің ырғағын тастан табам деп бедім, елімнің тілегін ұғам деп, жәдігөй көңілді жығам деп, азаттық арман ұрам деп, ақ күнім алдан туар деп, атқа қонған жан едім. Маржан Ершу тақыр жерге өскен тар емес, ол қазақтың үлкен ақыны, әкесі Аманқос Ершуов деген осы Атырау Жайық өңіріндегі қарымды қаламгерлеріміздің бірі. Яғни ұшқанда, ұяда көрген дүниесін ұшқанда қалықтап жасап жүрген қаламгер Маржан. Және екінші бір дүние Маржанның ғалымдық қыры. Қазақтың тағы да бір тамаша шайыры Меңдікеш Сатпалдиевтің шығармашылығынан кандидаттық диссертация жазуы, оны осы 2000 жылдардың басында қорғауы. Яғни біз Маржан шығармашылықта жан-жақты өзін қалыптастырған, жан-жақты өзін оқырманға танытқан ақын. Маржан Ершу қазақ әдебиетінде, оның ішінде қыздар поэзиясында есімі жиі аталатын. Фаризадан кейінгі Фаризаның сіңлілері деген бір шоғырдың ішіндегі бір көзге көрінетін көрнекті өкілдерінің бірі деп түсінемін. Өйткені аға буынның батасын алған, мойындалған, өте ауыр жол қыздардың, өнердегі, өлеңдегі қыздардың жолы. Сондықтан осы жолда үлкен сапалы еңбек етіп келе жатқан, мынау сан салалы әдебиеттің әртүрлі жанрына барып, қалам тербеп жүрген публицистикасы болсын, поэзияда болсын, прозада болсын, филитон жанрында да өзінің бағын сынаған қазақтың қыздарының бірі. Қазақта айтады ғой, білгенге маржан, білмеске арзан дейді. Маржанның маржан екендігін білу үшін оның шығармаларын оқу керек. Сонда інжу маржанды теріп аласың. Көбінесе біздің қаламгерлеріміз зерттей алмай жатқан, аша алмай жатқан тарихи тұлғаларға қалам тартуы, қалам тербеуі бұның өзінің қаламгерлік қырын айшықтайды деп айтсақ болады. Жалпына Махамбет Исатай, Бауыржан Момышұлы, Хижбаз Доспанова сынды Айша Бибі, Ораз би туралы Маржанның зерттеулері, толғаныстары біздің ғылымға, жалпы әдебиетке, тарихқа қосылып жатқан үлкен сүбелі еңбек деп айтуымыз керек. Тыңдағын, дина қарағым, күйшіме мынау тартқыштың бәрі. Қазақтың күйі мәңгілік, халықтың жаны. Күйдің сырын, мұңын ұқпасаң сені, қайран өнердің жібермес ара. Дина қарағым, күй тартсаң тарт, күңірентіп қобыздай тарт, тұлпардай тарпаңдатып, бұлттай түйдектетіп, бұлақтай сыңғырлатып, жүректе жыр-жырлатып, күн ойнатып, түн күлдіріп, домбыраның кесін аспандатып, жанарларда жас парлатып, тарт күйді, қашқанда үміт, жабыларды жасқандырып, деді құрман көкіректен сырақтарып. Менің өмір жолымда жақсы адамдар кездесті, жақсы ағалар, ақылшы, апалар кездесті. Соның ішінде айта кетерлігі ғылыми жетекшім, ұстазым, академик Зейнолла Қабдоловтың үлкен мектебін көргенімді мақтанышпен етем. Зейнолла ағай айтқан болатын 2003 жылы. Қарағым, енді сен ақын өсу керек, өзін өсіру керек. Енді сен кең құлашты поэмалар жазуың керек. Тарихи тақырыптарға бару керек. Нағыз ақынның көзімен қарау үшін өзіңді өсір, рухани байт деді. Осы сөз маған үлкен сабақ болды. Екінші, бір әдебиетіміздің ұлы тұлғасы, белгілі үлкен ақын ағамыз Қадыр Мырзалиевтің де ақыл кеңесін тыңдадым. Қаламның салмағын сезінетін бас болу керек. Басты ойды қорытатын да бас болу керек. Жүрек болу керек. Жүректің көзімен қарау керек деп айтты. Үшінші, заманымыздың заңғар жазушысы Әбіш аға. Бұл әдебиет дейтін үлкен қара жол, үлкен керуен, сол жолға шыққан екесің.
әркім өзінің аялдамасында қала береді. Сен қай аялдамада қаласың, қандай багажбен қаласың, сен соны ойла деп айтқан болатын. Әбіш ағам айтқандай, багажымды, кітаптарымды, еңбектерімді асынып арқалап алып, мықшыңдап келе жатқанымды өзіме бақыттымын деп санаймын. Қазіргі шыққан жас ақындарының алдыңғы толқыны деуге болады. Сұмдық, қасиетті, талант иесі Ерік Құрманғалиев туралы, атақты күйшіміз керемет Дина апа туралы керемет шығармалар жазды. Дүниеге алып келді. Орхан Памукты аударды. Орхан Памуктың «Сезім музейі» деген кітапты Маржан көркем тілмен, әдеби тілмен, мына түріктің Нобель сыйлығын алған жазушысының шығармасын өте жоғары деңгейде аударған. Қазақ әдебиетінде ақындардың аударма саласына бару мені қуантады. Маржан өзінің мінезімен, өзінің болмысымен ерекше маған. Гауһартас секілді жан-жақтан жеті спектрлік сәулені түсіре алатын бойында сондай қасиет бар апайымыз. Шығармашылығын құрметтеймін, өзін одан да құрметтеймін. Бүгінгі уақытта мәдени байланыштарын, әдеби байланыштарын көбейту үшін, халықтарды жақындаштыру үшін ақын жазушыларының міндеті өте үлкен. Солардың ішінде Түркия үшін өлең жазған Маржан Ершеу осы халықтардың арасында әдеби байланыштар үшін жақсы жұмыс істейтін ақын жазушылардан біреу. Ол түрк тілінден аударма ретінде де түрк ақын жазушыларына, қазақ оқырмандарына таныстыруға қызмет етеді. Соның еңбектері көп. Құрметті, қадірлі Ершу Маржан, мен марқұм Иштван Коңғырмандыкидің Мажарстандағы шәкірті Дауд Қара. Сенімен танысқаныма қуаныштымын. Бірнеше жылдан бері біздің Будапештке келіп жүрсің. Бұл жерде Обуда районының мәдениет орталығында кітабының тұсаукесерін өткіздік. Қоңыр ағамыз бастап салып кеткен Алтын көпірдің жалғасы. Соны бәріміз біз бірлесіп жалғастырып жүрміз. Өзі нәзік жанды адам болса да, Маржанның жалпынау батырлыққа, елдікке, ірлікке, осындай құбылысты ашуға деген талпынысы ерекше. Бұның себебі, бұның өзі Маржан Ершудің да қанында жалпы Махамбетке өзі жиеншар болып келетіндігін білеміз. Тұлғалық тану мәселесіне оның қанында, генінде жатқан мәселе деп айтсақ та болады. Әрбір ел, халық тұрған жерінде, тұрған облысында өзінің ақынымен танытылады деген. Сол ақынымыздың бірі мынау Маржан Ершова қызымыз ортамызға келіп, ара-тұра жей болмағанменен осындай кешін өткізеді. Кемелденген жасыңа жетіп жатырсың, айналайын. Әрбір сөзіңнің ойланып,
философияға оның түбірін тыңдасақ, мәнді де тәрбиелі өте мәні бар. Халықтың арасында кеше Олжас Сүлейменовті 70 жылдық жасыменен бірталай жаңағы көрсетіп жатыр. Мен сондай ақындыққа жетуге мақтанам сен үшін, балапаным. Бұл менің кенже қызымнан да кіші. Сондықтан тілегім денің сау болсын, өнерің үстем болсын, еңбегің кеселі болсын, таңдайыңнан тақылып әдемі сөздер тәуле берсін. Қош келдіңіз. Атырау қалам, абырой мақтанышым, аспанда жүр шаттаусың, жеріңе бағдарасың. Нұр қалам менің, жыр қалам менің, мерейін боп мақтанесің, жарқырай берші, жайнай тұршы, келешекті аңсау.